Біз бүгін рыбный рулетімізді дайындаймыз. Фольга қағазымызды төсеп аламыз. 100 грамм творожный сырға калексмен де туралған азғантай укропты араластырамыз. Құймағымыз қалыңдау болғаны дұрыс. 3 құймақты қатарынан бір-біріне тізіп қойып, оған творожный сырымызды әдемілеп бір тегіс етіп жаясыздар. Бұл процесті қатты асықпаңыздар. Блиныңызды жыртып алмаңыздар. Калексмен де 74% калекс творожный сыры пайдаландым. 200 грамм қызыл балықтың еті, семга деп айтамыз. 200 грамм етін турап аламыз. Оны сол блинның арасына рет-ретімен әдемлеп қоямыз. Оны әдемлеп блинмен қосып фольганың көмегімен орайсыздар. Холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоясыздар. Осымен рыбный рулетіміз дайын.